ақш-қа қашып кеткем. Туған жерден мыңдаған шақырым. Сол күннен 33 жыл алыспын. Сонда да құтыла алғам жоқпын. Алғаш жылдары оған кінәлі анам асылған баған мен соның қазасын көтере алмай ішкілікке салынған әкем деп ойлағам. Көргім келмейтін оларды. Бар күнәмді есіме салға берген үшін екеуін де жек көруші едім. Сен кінәлісің, шешеңді өлтірген сен дейтін. Олар жай ғана осы өмірде бар болғандармен ақ. 15-ке келген шағымда бағанды өз қолыммен сол үшін балталадым. Мен оған өл дегем жоқ, асыл дегем жоқ, тек әкемнен өзге біреуді сүйетінін жасырмасын дегенем, деп жыладым, іс арасында өлген шешемнің өзіне кінә артып. Сонымда әкем шетте тұрып естігенін білдім бе? Сол күннен кейін ол арақты өзге себеппен ішетін болды. Бұрынғыдан көбірек, өшігіп ішетін болды. Сонысымен күнәмді күшейтіп жазамды арттырып бара жатты. Қарасын еткен өтімді еді, шіркіннің. Арақтың оты азайып, санасы тазара бастаса, соны бірден өзіме айтуым керек еді дегендей үнсіз қарайтын. Сәл тағы айықса сен өлтірген, оны сен дегенді айтып қоятындай тістене қарайтын. Кейде сол үшін ақ деп қоймау үшін бір кеппей өмірін сіміріп, ішіп бара жатқандай көрінетін. Сонысымен мені де таусып бара жатқандай білінді ме, сол үшін жек көрдім оны. Араға тағы бірнеше жыл салып, борышты сылтауратып, әскерге өз еркіммен кетуімнің негізгі себебі сол болды. Бөлек кетсем, мүлдем көрмесем, еркін тыныстайтындай болушы едім. Бекер, жаттығу кезінде арқанға өрмелегенде, бағаннан аттап кедергімен жүгіргенде, жігіттер әке мен шешеден боқтаған кезде де еске елес оралатын. Тіпті шақырымдап жүгіріп, зорығып, екі өкпем өртеніп бара жатқанда, сол елес соңымнан қуып жетіп, соңғы демі шыққанша шешең де осылай ауаға қана алмай аласұраған болар деп сыбырлайтын болды. Әскерден шыға сап, бірінші кезіккен қыздың құшағына сол сыбырдан құтылғым келген соң тығылдым. Үйлендім, үй болдым, ұл көрдім. Болмады. Шешемді өз қолымен ажалдың құшағына итеріп, жазықсыз әкемді жалғыздықпен жазалап, қалайша енді өзім бақытты боп кетпекпін. Анашым деуге жарады ұл, риясыз, тап-таза көңілмен. Ал мен кірмін. Күнәнің қамыты үстімде. Түк болмағандай қалайша алаңсыз күн көрем. Қорықтым. Оны да дәл өзімдей айуан етуден қорықтым. Сол үшін ана мен баладан алыстай, жылыстай бердім де, ақыры бір күні жоқ боп кете салдым өмірінен. Оларға істей алар ең үлкен жақсылығым сол болар деп шештім. Қаладан қалаға, даладан далаға қашып, тығылуым осылай басталды. Жұмыстың талайын байқадым. Үй мен тұрақтың да. Бірақ бірінен күнә мен күнәдан азаттық көрмедім. Жіберген жоқ. Қыспаған тіпті жібіткен болмады. Бәріне қол сілтеп жұмыссыз, панасыз жүріп те көрдім. Таппадым. Тыныштық таппадым. Мына ел жер мен аспанда мендегі қылмысты білетін көрінді. Бәрі келісіп алған. Тілі бір, діні бір, әдейі қылады. Көрші елге барып тірлік істейік деген бірінші адамның соңынан ергенім содан. Тоқтағам жоқ. Елден ел, жерден жер асып, анамды бағанға итерген сол күннің елесінен безе бердім. Дамыл таппадым. Әкемдей пананы арақтан емес, еңбектен іздедім. Міне 33 жыл өтіп, арада қалған қаншама шақырым. Құтылдым ба, пана таптым ба, кешіре алама мені олар. Болды, әрі күні өзіме қойған сұрағым. Шіркін-ай, сұрақтың дұрысын дер кезінде қоя білсемші, бәлкім сонда. Ей адам баласы, бір сәт тоқташы, ойланшы. Қашасың кімнен, кімнің кешіріміне зәуірсің? Біле білсең, бұл өмірде өзіңнен асқан түрме жоқ.